Assalamu алейкум, құрметті қазақ елі, ерлерін ел есінде қалдырған ата-баба ұрпақтары. Бүгін біз Алматы қаласындағы Райымбек даңғылының бойындағы әулие батыр атамыз Райымбек атамыздың жанындамыз. Райымбек түке ұлы елін ойлаған батыр һәм әулие жандардың бірі. Ол 1705 жылы қазіргі Алматы облысы Нарынқолда дүниеге келген. Тегі ұлы жүз албан. Атасы Хангелді батыр жоңғарларға қарсы күресте аты шыққан. Райымбек атамыз 15 жасына дейін соғысқа қажет өнерлерді жетік меңгеріп, жоңғарларға қарсы айқастарға қатыса бастаған. 17 жасында жоңғарларға қарсы соғыста батыр атанған. Бірде қала басшылығы атамыздың жатқан жерін тегістемек болады. Мұны көрген қариялар, мына тұрған төбеге тиіспеңдер, бұл Райымбек батырдың жатқан жері дейді. Мұны басшылық естісе де, жұмысты жалғастыруды бұйырады. Жұмысшылар амалсыз тапсырманы орындауға кіріседі. Тегістегіш көлік төмпешікке келгенде өшіп қалады. Кері жүрсе, кедергісіз жүреді. Қанша қайталаса да солай бола береді. Соңында ол жердің қасиетті екенін мойындап, басшылардың онда нысан салуға жүректері дауаламайды. Аңыздарға сүйенсек, Райымбек атамыз қолындағы найзасыменен өзен суын қақ жарып өткен деседі. Және де жоңғарлар атамызды сарбаздарымен суы жоқ шөлді жерге ығыстырғанда, атамыз сарбаздарды аман алып қалу үшін қолындағы найзасыменен жерді түрткенде бұлақ пайда болды. Ол бұлақ әлі де бар. Құрметті көрермендер, әр аңыздың ақиқаты барын ұмытпайық. Алла ұлы құдірет иесі. Ол қаласа орындалмайтын дүние жоқ. Райымбек бабамыз қайтыс боларынан алдын менің түйем мені қай жерге апарып денемді тоқтаса, сол жерге жерлеңдер деген екен. Сол себептен де мына жерге түйенің ескерткішін қойған болса керек. Мына бір тасқа Ж. Тұрлыбайұлы ағамыздың жазған өлең жолдары өте керемет екен. Соның ең соңғы шумағы бізге қатты ұнады. Адамдар бір Алладан үзбе күдер, көрдік қой құдіреттің күшін біздер. Әулие батыр баба тартқан судан қанекей мейір қанып ішіңіздер дейді. Бұл батыр бабамыздың найзасын қадаған жерден шыққан суға айтылған өлең жолдары болса керек. Өткен талай ғасырлардан небір жайсаң асылдардан ой саманай. Олағатты өнегелі ғибрат қалған көнедегі ой саманай. Төртеу түгел болса егер келер рызық төбедегі ой саманай, саманай. Жеті жарға алты алашқа әділдіктің қазығы еді заман-ай. Үйсін төлі әйтеке би қаз дауысты қазы бегім заман-ай. Әз тәукенің заманында дала заңын жазып еді заман-ай, заман-ай.
болса егер келер ризық төбедегі